Егер Құранды Құдайдың Жибрил періште арқылы Мұхаммедке жолдаған арнайы хабарларының жиынтығы деп қабылдасақ, онда көңілімізде сансыз күмән пайда болады. Біз ол күмәндар жайында бұрын да сан мәрте айтқанбыз. Тағы біреу жайында бір-екі сөз. Мәселен, тозақ күнәһарлардың азап шегетін әлемі. Ондағы азаптың тұтас мәнісін қазақтың жалпақ тілімен түсіндірсек, былай. Күнәһарлығын үшін тозақ отына ұдайы қақталасын. Ішкенін ірін, жегенін желім болмақ үнемі. Құранда сондай азаптың не бір жан түршігерлік түрлері егжей-тегжей баяндалған. Олардың қайсы біріндегі садизммен салғастырсаңыз, Гитлердік фашизмнің жауыздығы жолда қалады. Бір мысал. Аяттарымызды өтірікке шығарғандарды біздің тозаққа кіргізетінімізге күмәндарың болмасын. Терілері күйіп таусылғанда азапты одан әрі тарта беру үшін жана тері пайда қыламыз. Алла ұлы әрі дана. Құран кәрім, Ниса surесі 56 аят. Яғни жалпы алғанда тозақ Құдайдың күнәһарларды азаптайтын мәңгілік концлагері. Біз оның құрандық мәнісін бүге шегесіне дейін талдап айтып жатпаймыз. Басты мәселе, сондағы мәңгілік азаптың жан азабы емес, тек тән азабы ғана екендігінде. О жағынан алғанда неміс концлагерінің де тозақтан еш айырмашылығы жоқ. Алайда, ол концлагер рухы мықтылардың тәнін тозақтағыдай азаптағанмен, олардың жанын азаптай алмады. Демек, тозақта жанды тәннен бөлек күйінде азаптау Құдайдың да қолынан келмейді, немесе Құдай ондай тәсілді білмейді деген сөз. Сонымен тозақтық азап жайында Құранда айтылғандардан мынандай түйін шығады. Бірінші, Құдай садист. Екінші, Құдай күнәһарлардың жанын тәннен бөлек күйінде азаптай алмайды. Не азаптаудың ондай тәсілін мүлде білмейді. Үшінші, тозақтық азап тек тән азабы ғана. Ақиқатында жан азабы мен тән азабын шатастыруға болмайды. Екеуі екі түрлі категория. Құранды Құдай атынан жазып шыққандар оны мүлде ескермеген, өйткені оны білмеген. Сөйтіп, өздерінің ақмақтығымен Құдай мен тозақты мазаққа айналдырған. Жан азабы тәнге байланысты емес, арға ғана байланысты азап. Бабалар оны өте жақсы білген. Өте жақсы білгендіктен мынандай басты екі қағиданы айтып кеткен. Біріншісі, өлімнен ұят күшті. Интерпретациясы, өлім қорқынышты емес, ұят қорқынышты. Мұны азапқа қатысты етіп айтсақ, ұят азабынан қорқатындар тән азабынан қорқпайды. Ендеше, ондай адамдарға тек тәнді ғана азаптайтын тозақта қорқынышты емес деген сөз. Екінші қағида, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Мұндағы малым деген сөздің астарында тәнім деген мән жатқанын да ескеруіміз керек. Сонда мынадай даналық айқындалады. Тәнім жанымның садағасы, жаным арымның садағасы.
Аталмыш қағиданың бірінші бөлігін тозақтық азап тұрғысынан қарастырсақ, тозақтағы тән азабы жан садағасы ғана болып шығады. Қағиданың екінші бөлігін азап тұрғысынан қарастырсақ, онда жанды азаптайтын құдайлық тозақ емес, адамдық ар екендігі белгілі болмақ. Тозақтық шын азап тән азабы емес, ар отына өртенген жан азабы. Ал біз бабаларымыздың ар соты жайындағы даналығының біраз сөзін бұрында айтып өткенбіз. Олар парақшамызда сақтаулы.